Сәлем достар, үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат қосымша аккаунтты телефонсыз ашу. Және оған құпия сөзді жаттап алудың, бір жерге түртіп алудың қажеті жоқ. Мәселен, көбінесе біз жасанды интеллектті пайдаланған кезде бізге міндетті түрде тіркелу керек болады. Лимиттердің барлығы санаулы беріледі. Сол кезде соның шешімін табудың оңтайлы жолы. Мысалы, DID-ді алайын. DID қолданушылар біледі. Бұл кез келген суретті сөйлетуге арналған портрет, кез келген суретті емес, портреттерді, адамның тұлғаларын сөйлетуге арналған жасанды интеллекттің құралы, жолы, программасы. Енді менде бірнеше жасағандықтан ол лимиті аяқталып кетті. Яғни 20 кредит беріледі. Менде ол қазір көрсетейін, төменгі жақтан қонақ дейді, тіркелуім керек дейді. Кіру тіркелу текшенді жарайды. Басынан бастап көрсетіп жіберейін. Google арқылы жалғастырайық дейді. Қазір жылдам. Мен тіркеліп тұрмын, міне Әйгерім Бөлкенбаева, 0 кредит қалды. Мен мүлдем жасай алмаймын деген сөз. Енді не істеймін, бұны қалай шешем? Гуглдың іздеу жолағына временная почта деп жазам. Временная почта. Мінекей. Бірінші шыққанға кіресіз stamp mail дегенге. Кірдік. Ваш временный mail адрес дейді, бұған кез келген жаза салайық. Қазір. Загрузка кетіп жатыр. Мінекей, мынау жазылды, енді осыны көшіреміз. Мен жаза салайық деп шатастым жаңа. Загрузканы күтеміз, өзі жазады. Копировать еттік те. Немесе мынаны басып, копировать етіп алдық. Болды. Енді тіркелеміз. Мысалы, жаңағы маған DID-ға. Get started. Тіркелу керек болады қазір. Менде бүгін интернет нашар жасап тұр жұмыс, сондықтан ұзақ болып тұр. Шыдамдылықтан күтесіздер енді, бірақ пайдасы зор сабақ болып тұр. Мінекей мен жасаған нәрселерім қайттан шығып кетіп тұр. Мынадан шығуымыз керек, ол үшін шығу дейік. Жаңа аккаунт арқылы тіркелеміз. Қонақ. Кіру. Электронды поштаны жазамыз, мына жерге қойдым. Жалғастыру. Парольді жай жаза саламыз, кез келген. Ағылшын қауысы. Жалғастыру. Енді көрейік. Сонда сіздерге ақылы түрін сатып алудың қажеті жоқ болады. Электронды поштаңызға хат жолдадық дейді. Енді біз жаңағы временная почтаға қайта барамыз. Мінекей. Осы жерге маған хат келді, төмен түсейік. Мінекей. Осыны басамыз. Күтейік. Загрузка болып жатыр. Төмен түсеміз. Мінекей. DID-ға кіресің деп тұр, мынаны басамыз. Оранжевый тұр ғой. Күтейік. Мінекей, сәлден кейін дайын болды. Міне дайын болды. Жеке жұмыс дейміз, жарайды. Келесі. Маркетинг үшін дей салайық, енді тіркелуде, әлеуметтік желіге клиптер жасаймын, отбасы немесе достар, дайын. Мінекей, енді қараңыздар, 20 кредитқа жол ашылды. Түсіндім дей салайық. Сондықтан бұл пайдалы болды сіздерге деп ойлаймын. Ақысыз жасанды интеллектті пайдалана беріңіздер. Лайк, комментарий болсын. Міндетті түрде. Енді осы жерде бірден қайта көрсетіп жүрейін, бейнені қалай жасайтынды. Бейне жасау дейік. Енді өзімізге қажет адамды таңдайық, тұлғасын, суретін. Мен жағдайымда мінекей мына бір баланы сөйлетіп көрейік. Мысалы, жасанды интеллект арқылы жасалған.
Открыть. Көрейік қаншалықты тиімді болатынын. Жасанды интеллекттің суретімен бұған дейін мен өзім де жасамаған едім. Көрейік, жүктеліп жатыр, мінекей. Таңдадық, қойылды. Енді мына жерге сценарий деген жерді басып, мен мәтін жазбайым, бірден аудио жаза салғым келіп тұр. Аудио жазуды таңдадым. Сәлем балақай. Екеуміз бір-бірімізге ұқсаймыз ба қалай? Сен маған қайдан қарап тұрсың? Көзің де, шашың де менен аумайды. Екеуміз де жасанды интеллект арқылы жасалған сияқтымыз. Дегенмен, жасанды интеллекттің мүмкіншілігі зор. Адамнан асып кетпесе болғаны. Қойдық, жазба жүктеліп салынуда дейді. Бұндағы бір тиімділік, мәтін жазсақ, ол бір шектеулі болады да. Ал мынау 29 секундты бірден қабылдап тұр, көрейік тыңдап. Сәлем балақай. Екеуміз бір-бірімізге ұқсаймыз ба қалай? Жақсы, енді бейне жасауды басайық. Атын өзгертейік. Жасанды бала дей салайық, иә? Ой, ағылшынша жазылып кетті ғой. Жасанды бала. Барайық дейді. Бұны қарасаңыздар, 2 кредит кетті бірден. Мәтін жазатын болсаңыздар, ол қиындау негізінде. Осылай аудио жасай салған көп тиімді. Дайын болды. Көбінесе мынау бастауыш сыныптың мұғалімдеріне аса пайдалы болмақ. Жасалған бейнені ойнату деп тұр. Осы жерден бірден көшіріп те алуға болады. Сәлем балақай. Екеуміз бір-бірімізге ұқсаймыз ба қалай? Сен маған қайдан қарап тұрсың? Көзің де, шашың де менен аумайды. Екеуміз де жасанды интеллект арқылы жасалған сияқтымыз. Дегенмен, жасанды интеллекттің мүмкіншілігі зор. Адамнан асып кетпесе болғаны. Суреттерді жасанды интеллект қалай жасайды? Ол да менің каналымда бар. Осы сабақтан кейін міндетті түрде сілтемесін қалдырып кететін боламын. Пайдаларыңызға жарасын, сау болыңыздар. Сәлем балақай. Екеуміз бір-бірімізге ұқсаймыз ба қалай? Сен маған қайдан қарап тұрсың? Көзің де, шашың де менен аумайды. Екеуміз де жасанды интеллект арқылы жасалған сияқтымыз. Дегенмен, жасанды интеллекттің мүмкіншілігі зор. Адамнан асып кетпесе болғаны.